Ішкі істер министрлігінде көктемнің мерейлі мерекесі халықаралық әйелдер күні атап өтілді. Нәзік жандылардың құрметіне оркестрдің сүйемелдеуімен әуезді ән шырқалып концерттік бағдарлама ұсынылды. 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне арналған салтанатты мерекелік концертімізге қош келдіңіздер. Ғұмырын полиция қызметімен байланыстырған аруларды ведомство басшысы Марат Ахметжанов құттықтады. Сіздерді көктемнің алғашқы шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен өз атымнан, біздің әріптестердің атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қыз бала деген ізгілік пен мейірімнің, сұлулық пен әсемдіктің келбеті. Сонымен қатар нәзік жанды арулар халықтың ар намысы. Тіршіліктің бастауында өмірдің мәні де, мағынасы да гүлдей жайнаған арулар сіздер деп біз білеміз. Бүгінде еліміздің ішкі істер органдарында 11 мыңнан астам қыз-келіншек қызмет атқаруда. Олардың 612-сі басшылық лауазымда. Мейрамға орай қайсар қыздардың бір қатары марапатталды. Әйел ару, әйел жар, әйел ана. Отбасы тірлігімен қатар қоғам тыныштығын, азаматтардың амандығын ойлаған пагонды сұлулар тек әдеміліктің емес, батырлық пен ерліктің де үлгісі.